Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Қарағандыдан барлығына сәлем. Кездеспегелі көп болды, іздеп қалған шығарсыздар. Құрметті көрермендер, менде бәрі жақсы, аман есенбіз, Аллаға шүкір. Қазір сәл уақыт тығыздау, сағат түнгі 11. Дегенмен видео неге салынбай кетті, неге хабарсыз кеттің деген комментарийлер көбейгеннен кейін бүгін аралық деп айтсақ та болады, бір видео салғым келіп отыр. Бұл әрине де қысқа видео болады. Видеоны әрі қарай көрмес бұрын біздің каналымыздағы жаңалықтарды біліп отыру үшін астындағы подписаться, яғни тіркелу батырмасын басып кетіңіз. Және сол жаңалықтарды, жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмас үшін қасындағы қоңыраушаны белгілеп кетіңіз. Ардақты ағайын, қазір мен көктемде шығарған балапандарым, Күркетауықтың балапандары қалай болып жатқан қораға барып қазір кішігірім түсіндіріп өтем. Неге видео көп салмай кетті демеңіздер, жалпы өз білетінімді қазақ бауырлар үйренсін деп, көрсін деп, қызықтасын деп, Күркетауықтың балапанын инкубаторға салғаннан бастап өсіріп сойғанға дейін қалай ұстау керек, қалай бағу керек, қалай сою керек туралы бүкілін салған сияқтымын. Енді бір нәрсені қайта-қайта сала бергім келмеді. Сондықтан қаттаса көп жаңалық болмағандықтан бір 50-100 Күркетауықты қайта-қайта сала берген қызықсыз болып кете ма деп, және де өзімнің жеке басымның шаруаларына байланысты сәл уақыт болмағандықтан видео салынбай жатыр. Егер келесі видео осы менің үйімде жаз бойы қандай жұмыс жасағанымды, қорама қандай өзгерістер кіргізгенімді, ремонтты қалай жасағаным жайлы видео көргілеріңіз келсе, видеоның астына міндетті түрде комментарийге көрсетіп кетіңіздер. Қаласаңыздар, өз шаруашылығымды, өз үйімді, алдындағы видеолардан қарағандағы өзгерістерді сіздерге айтып көрсетіп өтсем бе деймін. Ендеше көп сөйлеп созбайық, қораға қарай кеттік. Міне қораға келдік, ардақты ағайын. Биыл Күркетауықтың түрлі породалары бар. Міне алдарыңызда бронза 708-дің қоразы шамамен 5-6 килограмм болды. Қазір шамамен 4 айға таяды ғой деймін, қателеспесем, 4 айдан асты. Жалпы қорамдағы Күркетауықтар осы. Биыл балапан кезінен бастап өзімнің уақытым болмады ма, қарай алмадым ба, Күркетауықтың құлауы, өліп қалу жағдайлары біраз кездесті. Жалпы шамамен өзіме алып қалған 100 бастан қазіргі таңда 60-тан астам басы қалды. Сол 60 Күркетауықты сіздерге көрсетіп жатырмын. Мынау белая широкогрудая, хайбрид, ең ауыры, мынау шамамен 10 килограмм көрсетіп тұр. Бұл Ресейден алынған порода, мынау қарағандылық порода, белая широкогрудая. Мынау өзімнің қарапайым қазақы емес, қарапайым Күркетауықтың, жайдары Күркетауықтың балапаны. Және де ардақты ағайын, осының ішінде Тараздан Кемелбек ағадан алған Күркетауықтардан бірнеше қораз қалды. Қалғаны өкінішке орай ауырып сырқап өліп қалды. Міне отыр. Қазір сіздерге бұл қоразды көрсетейін. Мінекей таптым. Аяғын байқадыңыздар ма? Үлкен. Бронза тәріздес түсі. Бірақ бронза 708-дерден тұрқы өзгеше. Осы қоразды мынау енді елімізде міне таза бронза. Еліміздегі
Тағы да бір эпидемия келіп жатыр ғой. Бүкіл жаңалықтар шулап жатыр. Құс тұмауы болып жатыр деген. Содан аман қалса, осы қоразды қалдырсам деймін. Және бронза 708-ден қалдырам. Хайбридтердің барлығы кетеді. Таза бронза 708 бен белая широкогрудая породасын келесі жылы ұстасам деймін. Және Кемелбек ағадан алған қазақ породасы қалады. Мына жерде 2,5 айлық, шамамен 3 килограмм салмақ жинаған хайбрид конвертермен бронза 708. Өтірік айтам, қателесіппін. Бронза 708-ден біреу, қалғаны таза хайбрид. Ресейден, Чинарадан алған жұмыртқалардан шыққан хайбридтің балапандары тұр. Осыларды қалдыру керек. Жалпы ардақты ағайын, міне менің күрке тауықтарымның жағдайы тұрқы осы. Жақын арада мынаның астына 20 сантиметр ағаштың ұнтағын, кесек ұнтағын салып, бактериялар бар. Подстилка дейді ғой, сондай жаңағы бактерия салып, қораны ешқандай от жақпай жылытсам деген ой бар. Күрке тауықтың астына сол бактерияларды салған кезде ферментационная подстилка дейді ғой, сонымен ұстап көргім келіп тұр. Жалпы міне біздің қорамыз осы. Осы жерде бұйыртса қыс бойы күрке тауықтар тұрмақшы. Вентиляциялық тесіктер. Анау тұрған инкубаторларым. Қазақтың инкубаторы өзім жасаған. Дәуремен Кемелбек ағамыз, кешірім өтінем, Өскемендегі Меліс ағамызбен қосылып жасаған инкубаторлар. Осы жерде күрке тауық тұрады. Мына жерде қысқа жұмыртқалайтын тауықтарды кіргізіп ұстасам деймін. Орын ақырындап дайындалып жатыр. Жалпы толық видеоны, толық ақпаратты бұйыртса жақын арада саламын. Осыдан ары қарай сіздермен тағы бір ақылдасатын шаруа бар. Ардақты ағайын, елімізде құс тұмауы келіп етек алып жатыр. Сол құс тұмауына байланысты ақылдасқым келетіні, әзірше аман есен тұрған кезде осы күрке тауықтарды сойып алған дұрыс па, әлде дезинфекциямен басқа құстардың иммунитетін көтеретін биологиялық активный қоспалар, биологиялық белсенді қоспалар арқылы иммунитетін көтеріп, қораны дезинфекция жасап, вирусты қораға кіргізбеуге тырысқан дұрыс па? Өзім ойлап көрсем, бәрібір сырттан көгершіндер кеп жем жейді, шымшықтар келеді. Бәрібір вирустан сақталып қалу қиын болатын шығар деп ойланып отырмын. Әзірше Қарағандының аймағында ондай жағдайлар тіркелмеді. WhatsApp желісінде құсшылар әзірше Қарағанды облысы бойынша тыныш. Сол жайында осы видеоның астына комментарий салып кетсеңіздер. Жалпы біздегі жаңалық осы, аман есенбіз. Бүгінгі видеомыздың ақпараттар легі осындай болды. Видеоның астына міндетті түрде комментарий жазып, өз ақыл ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер, айтып кетсеңіздер деген өтініш бар. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі видеоларда жүздескенше, қош сау болыңыздар. Көктемді қондырып қанатына, құс қайтып оралды
бақыт кеп қол алғандай. Құстарды мен тостым, айғайлап ән қостым, арманым оралғандай. Қуандым жарқылдап, мәз болдым ән тыңдап, құшақтап арманымды.